тест талдау бірінші күн бұйырса бастап жатырмыз. Ежелгі Египет, Месопотамия және Қытай, Үндістан тақырыптары бүгінгі тақырыбымызда өтетін. Сендермен бүгін осы тақырыптарды қайталаймыз, және де сұрақтарыңызды чатқа жазып отырыңдар. Эфир сақталады, я. Мен қазір сақтау керек запись жасап қойдым, және де YouTube'да болатын болады видеолар. Саламатсыз ба дейді, саламатсыз ба. Сақтаймыз видеоларды, бұйырса белсенді болып қатысып отырыңдар. Достықта оқитын оқушыларыңа, достарыңа, дүниежүзі тарихтан оқушыларға жіберіп отырыңдар. Бүгін дүниежүзі тарихынан конкретно 4 тақырыпты бұйырса қайталап шығамыз. Негізгілеріне тоқталамыз. 40 минутымыздың ішінде бұйырса барлығына үлгеруге тырысамыз. Барынша көңіл бөлуге тырысамыз. Осы жерге жазып, сұрақтарға жауап беріп отырсаңдар болады. Ал қанекей, бірінші сұрағымыздан бастайық. Онда кішкене 10 минут сәл кешігіп қалдық. Құрметті оқушылар, назар аударамыз. Бірінші сұрақ бізде: ежелгі Египетте салық жинаушыларды не деп атады дейді. Қанекей, елдің мүддесіне қызмет етушілер дейді. Елдің мүддесіне қызмет етушілер дейді. Ежелгі Египетте сонымен бірге аспан мен ніл беретін игіліктердің басшысы, барлық патшалық жұмыстарын ұйымдастырушы және Ра құдайының көмекшісі дейді. Қанекей, дұрыс. Б дейді, көбісі Б дейді. Бәрекелді, дұрыс. Бұл сұрақтың жауабы бізде аспан мен ніл беретін игіліктердің басшысы. Осы дұрыс болады. Яғни аспан мен ніл беретін игіліктер, былайша айтқан кезде Египеттің негізі ол былайша айтқанда Ніл өзені. Ніл деген әлемдегі ең ұзын өзендердің бірі, я. Ніл өзені. Осы өзен былайша айтқанда қоғамды тірілтуші. Осы өзеннің бойында мемлекет құрылған, білесіңдер, БЗБ 4-ші мыңжылдықта. Енді ежелгі Египетте бұл атауды бізде міне айтамыз ғой. Бірақ салық жинаушылар негізгі тұлғалар Египетте. Бірақ Египеттің негізгі адамы әрине кім ол? Бірінші кезекте әрине кім деп айтамыз? Перғауын. Екінші сұраққа қосып кетті. Перғауын. Біз білетін перо сөзі, білесіңдер, үлкен үй деген мағына береді. Перғауын бірінші адам, я. Оны не деп айтамыз біз? Жаңа сотты басқарушы, сонымен бірге жаңағы әскер басы, әскердің басшысы, яғни қолбасшы ретінде бізде Перғауынды айтамыз. Ұлы қолбасшы, сонымен бірге қазынаны да басқарушы кім болады? Құрметті оқушылар, Перғауын, бірінші адам, я. Сонда Перғауынның артында тұратындар деп айтады. Мысалға, Перғауынның былайша айтқан кезде тапта бірінші орында болып тұрды. Перғауынның қасындағылар бізде осы аспан мен нілдің берушілер, яғни салық жинаушыларды екінші деп айтамыз. Салық жинаушылар. Салық жинаушылар былайша айтқан кезде әрқашан құқығы қорғалып жүрді олардың. Ал үшіншісі міне мынау барлық патшалық жұмыс. Оның артында тұратын, үшінші демей қойған, жалпы Перғауынның артында тұратын екі не бар екен? Одан кейін міне мынау екен, бірінші Перғауын, Перғауынның былайша артында тұратын негізгі адамдар, бұлар салық жинаушылар және барлық патшалық жұмысты ұйымдастырушылар. Осы негізгі тұлғалар болып саналады екен қоғамдағы. Әскер басқарушы, сот, қазынаны Перғауын басқарады. Сонымен бірге осы нәрсені есте сақтаңдар. УБТ-да келген сұрақ, яғни 2025 жылғы УБТ-да осындай сұрақтар кездесті. Яғни маңыздылығын білуіміз тиіс. Кеттік, екінші сұрақ. Біздің заманымыздан бұрынғы 539 жылы Вавилонды жаулап алды дейді. Құрметті оқушылар, назар аударайық. Вавилон мемлекетін кімдер жаулап алды? Қанекей? Белгілеп жазып отырайық. Дейді, я, дұрыс айтасыңдар. Парсылар, бұл мемлекетті ұйымдастырушы, бұл парсылар болып саналады. Яғни Парсы мемлекетінің басшысы Кир 539 жыл Набонидті не істеді? Тұтқындады. Набонид деген Вавилонның соңғы билеушісі. Набонидті тұтқындады. Кезінде осы Кир патша осы жерді Ефрат өзені арқылы өтіп, яғни кезінде Навуходоносордың кезіндегі салынған ғимараттардың арасында кемшілік тұсы сол жер болған. Ефрат өзенінен өтіп кетеді. Өстіп міне Кир былайша айтқанда осы парсылар жаулап алады екен. Вавилон мемлекетінің тарихы осы кезеңмен аяқталады. Түсіндіңдер ме оқушылар? Медиалықтар мен вавилондықтар бұрыннан соғысқан, бұрыннан бір-бірімен соғысып ала алмаған бір-бірін. Ал хеттіктер білеміз, БЗБ 1595 жылы білесіңдер,
Хет мемлекеті осы Вавилонды талқандаған болатын. Вавилонды талқандады. Талқандап кеткен болатын. Вавилон мемлекеті өркениеттің ошақтарының бірі ғой. Бірақ осы мемлекетті де сырттан талай мемлекеттер жаулап алған екен. БЗБ Македония мемлекеті. Білесіңдер, Александр Македонский 324 жылы БЗБ 324 жылы осы мемлекетті не қылды? Астана етті. Яғни Вавилон Македонияның сол кезде астанасы болған еді. Вавилонды астана етті оқушылар. Осы деректерді есімізге сақтайық. Барлығы Вавилонға қатысы бар. Яғни 1595 жылы Вавилонды кім талқандады? Хеттер. Македония мемлекеті 324 Александр Македонский барлық жерлерді жаулап алып кеп, осылайша осы жерге нетсе жорық жасады. Осыны ұмытпайық. Екінші сұрақтың жауабы бізде парсылар болады. Парсылар Вавилонның тарихын тоқтатты былайша айтқан кезде. Жақсы, түсінікті ғой. Келесі сұраққа өтеміз. Ежелгі Египет қоғамында материалдық байлықты өндірушілер кімдер? Қанекей? Жазамыз, құрметті оқушылар, сабаққа қатысамыз. Сосын бір-біріңді танысасыңдар ақырындап. Қанекей белсенді қатысайық. Бұл сұрақтың жауабы дұрыс. Жер өңдеуші қауым, яғни мемлекеттің негізгі бөлшегі болып табылатын жер өңдеуші. Жаңа жер өңдеуші айттық қой. Ніл өзені тарихтағы ең ірі не болып табылады? Өзендердің бірі сол Ніл өзенінде тіршілік ететін жер өңдеуші қауым. Яғни билік құрушы тап бұл бірінші, Перғауын және оның қауымдастықтары, яғни ауқатты адамдар, ауқаттылар осы топқа жатады. Ауқаттылар және абыздар жатады бірінші топқа. Абыз. Ал жаңағы екінші топқа міне жер өңдеуші қауымды жатқызамыз. Жер өңдеуші қауым. Үшіншісі кім болады екен бізде? Құлдар. Яғни осы үш топ Египет қоғамын құрушы, былайша айтқанда таптар болып саналады. Яғни сословие деп айтамыз, мысалға Еуропа елдерінде сословие деп айтамыз, мысалға. Сол сияқты мынау Египет қоғамы кезінде ежелгі кезеңде үшке бөлінген екен. Жер өңдеуші қауым, бағанағы қоғамның негізгі жұмысшылары, табысты табатын адамдар. Ал құлдар, олар саны біртіндеп көбейіп жатқан топтар болып саналады. Яғни біртіндеп саны көбейіп жатқан алапат топ болып саналады екен. Кеттік, жалғастырайық. Келесі сұрақ. Мына жерде мыналарды ұмытпайық. Билік құрушы тап, жер өңдеуші тап және құлдар. Кеттік. Ежелгі Қытайда Хуанди мәртебесін енгізген билеуші. Бұл бізде кім еді? Хуанди мәртебесін енгізген. Жазып отырамыз. Б, С деп жазып оңай әрине. Нақты жазайық, білетінімізді жазайық. Дұрыс, Инчжен. Дұрыс айтады. Инчжен. Бізде бұл сұрақтың жауабы Инчжен болады. Яғни Хуанди деген император деген атауды енген 13 жасар, яғни 13 жасар Инчжен екен. БЗБ 246 жылы не істеді? Таққа отырды оқушылар. Түсіндіңдер ме? Таққа отырды. Бұл кім екен? Бізде Инчжен. Естерімізге сақтайық. Инчжен бізде дұрыс жауап болады. Енді Удиді талқылап кетейік. Уди ол хан династиясынан келген. Хан династиясы. Удиге қатысты қандай сұрақ келеді? Қытай шекарасын не істеді? Солтүстік батысқа қарай кеңейткен император, мықты император, ғұндардың өзін ығыстырған. Шаньян бұл енді БЗБ 4-ші ғасырда ортасында реформа жасаған. Бұл да Цинь патшасы, былайша айтқанда. Кімнің әкесі? Инчженнің әкесі. Осы Шаньяннан кейін Инчжен келеді. Сонда мына екеуі не болып саналады? Цинь императорлары, Цинь басшылары деп айтады сендер. Түсінікті ғой? Цинь бұл Циньнен хан келеді, міне, білесіңдер. Цинь сосын хан. Сосын міне Удинван бұл Шан-ин мемлекетінен келген. Шан-ин мемлекеті. Есімізге сақтайық. Шан-ин мемлекеті бұл 16-шы БЗБ 16-шы 11-ші ғасырлар. Бұл Удинванның кезінде қандай лауазым десе ван деп айтасыңдар оқушылар. Мынау Инчжен бізде оқушылар Хуанди, яғни кейіннен оның атауы қалай өзгертілді? Цинь Ши Хуанди. Ши Хуанди деген атқа ие болды деп айтамыз. Цинь Ши Хуанди. Ал Удин Ванның несі? Ван атағы дейсіңдер. Яғни Шанин династиясында қандай атақ берілді десе Ван деп айтасыңдар. Ван деген Удин Ван. Яғни Шанин мемлекетін 12-ші ғасырда күшейткен, екінші жартысында күшейткен мемлекет билеушісі екен. Есімізге сақта. Удин Ван мықты жаулаушы, ин мемлекетін не істеді? Күшейтті. Осыны есімізден шығармайық оқушылары. Шаньянды айттық, оны реформа жасады. Жер реформаларын жасады. Бұл барлығы Қытайдың императорлары, басшылары болып саналады. Түсіндіңдер ғой? Келесі. Енді келесі сұраққа өтейік. Сынар жазуы ең алғаш пайда болды дейді. Қай жерде пайда болды?
Қанекей, белсенді жазамыз. Сына жазуы ең алғаш қай жерде пайда болды? А дейді, С дейді, Мысыр дейді. Сына жазуы бізде дұрыс. С жауабы көпсіз белгілеп отыр. С жауабы, яғни оңтүстік Месопотамияда, яғни шумерлердің жазуы болып табылады ғой оқушылар. Шумер жазуы деп айтсақ болады. Сына жазуы. Бұл дегеніміз не дедік бағана? Қыш тақтайшаға, қыш тақтайшаға немен жазу? Тақтайша. Қыш тақтайшаға қамыспен жазуды не деп атайды екен? Қамыспен жазу. Бұл бізде бағана айтып кеткеніміздей сына жазуы екен. Сына жазуы. Есімізге сақтайық. Мысырда біз бағана білеміз. Мысыр деп белгілеп отқандар болуы мүмкін. Мысыр бұл иероглифтік жазудың отаны болып табылады. Иероглифтік жазу қай жерде пайда болды десе, жалпы Үндістан неде, Мысырда деп айтасыңдар. Скандинавияда қандай жазу пайда болды? Қанекей, бірден айтыңдар. Қанекей, Нұрбек айтамыз. Скандинавияда қандай жазу дедік біз? Дұрыс, руна жазуы, Нұрбек. Міне руна жазуы бұл бізде қай жерде пайда болған дейміз? Скандинавияда пайда болған жазудың түрі, яғни Үндістанда жаңағы ондық позициялық жүйені айтсақ болады, цифрлар пайда болған, ондық позициялық жүйе. Есімізге сақтаймыз, ұмытпаймыз. Бұлар ұбт-да келеді, барлығы келеді, барлығын есіңізге. Жазуларды қайталап оқыңдар, мұқият оқыңдар. Мен бұйырса материалдар жіберемін, кітаптың материалдарын қайталап оқып шығыңдар оқушылар. Ежелгі тақырыптарды мұқият назар аударып естеріңізге сақтаңдар. Кеттік, 6-шы сұрақ. Қанекей, 6-шы сұрақ. Перғауынның маңызды діни рәсімдерді атқарғанына байланысты иеленген атағы қандай? Перғауынның маңызды діни рәсімдерді атқарғанына байланысты иеленген атағы. Күн ұлы, құдіретті күш, күн нұры, тәңір құты дейді. Әрине бұл сұрақтың жауабы не? Күн ұлы болады, дұрыс. Күн ұлы. Яғни бізде күн ұлы перғауынды былайша айтқан кезде күн ұлы Ра құдайға теңеген екен, Ра құдай. Күннің ұлы Ра құдайға теңеген. Ал мына жерде енді тәңір құты деген бұл білесіңдер ғұндардың көсемін айтамыз, ғұн көсемдерін тәңір құт деп атайды. Осындай сияқты құдіретті күш, былайша айтқан кезде перғауындар діни рәсімдерді атқарғанына байланысты осындай атаққа ие болған. Бүкіл атақтың барлығын перғауындарға берген, аспан құдайы Хораға теңелген, бейнесіне теңелген, міне күн құдайында өзінің атына иеленген, кез келген жерлерге былайша айтқан кезде өзінің деспоттық деп айтамыз ғой, деспоттық жүйеге былайша айтқан кезде тірелген, барлық жерде өзінің тәртібін орнатқан деп айтамыз. Дұрыс. 6-шы сұрақ, күн ұлы болады. Есімізге сақтаймыз жақсылап. Қытайда тұңғыш рет орталықтанған мемлекет қалыптасқан кезең. Қанекей, қай династияның кезінде, қай мемлекеттің кезінде, немесе Қытайдағы тұңғыш рет деп тұр. Алғаш рет орталықтанған, шынымен бір орталыққа бағынған мемлекет, әрине дұрыс. Цин мемлекеті, бәріміз назар аударайық. Цин династиясы кезінде біздің заманымыздан бұрынғы 221 жыл мен БЗБ 207 жылдар аралығында бір орталықтанған мемлекетті құрған кім екен? Бізде Цин Ши Хуанди. Цин Ши Хуанди. Цин династиясында бізде Цин Ши Хуанди осы мемлекетті құрған. Және де мемлекет не істеді? 36 әкімшілікке бөлді. Мемлекетте тұрақтылықты орнатты. Әкімшілік аймаққа бөлген болатын оқушылар. Назар аударыңдар. Былайша айтқан кезде Цин Ши Хуандидің кезінде міне мына дата 100 датада бар. Мұқият жаттап алыңдар. 100 датада бар. БЗБ 221, 207. Тура осы Цин Ши Хуандидің кезінде империя болды. Өзіне империя деген жаңа император деген атқа ие болды дедік қой. Негізі шын аты кім екен? Ин Чжэн негізі. Осылай Цин Ши Хуанди мемлекетін құрды. Хан империясы тұсында тұңғыш рет не болды дейді? Тұңғыш көтеріліс деп айтамыз. Тұңғыш көтеріліс. Кітапта сондай ақпарат бар, тұңғыш көтеріліс болғандай. Негізі Цинде де көтеріліс болған, бірақ мына жерде ірі көтерілістер болған ғой, бағана. Сары орамалдылар көтерілісі және қызыл қастылар. Бұл да тұңғыш болғаннан кейін еске түсіруіміз керек. Қызыл қастылар көтерілісі. Қанекей, белсенді қатысайық. Ин династиясы кезінде білесіңдер, бағана жазу маңызды жетістігі болды. Ин жазулары
неге енді шоу әулеті осы цинна жаңағы ин дәстүрін жалғастырушы болды, иә. Шоу әулеті көбісі көшпенді тайпалар, солар басып алған болады 1027 жылы осы мемлекетті құрған. Негізі мына цин ұбт-да көп келеді, білесіңдер, иә. Осы цинді міндетті түрде оқып қайталаңдар, иә. Шаньянды, жаңағы цин императоры Ци Шихуандидің жасаған дүниелерін ұмытпайық. Кеттік, келесі сұрақ. Тарихта алғаш заңдар жинаған жасаған Вавилон билеушісі кім? Қанеке оқушылар? Қане оқушылар, белсенді қатысамыз. Қанша? 83 адам қатысып отыр ма? Бізде неше адам қатысып отыр? 83 адам. Қанеке белсенді қатысайық. Бұл сұрақтың жауабын бәрін білесіңдер, иә, дұрыс. Хаммурапи, біз білетін Хаммурапи біздің заманымыздан бұрынғы қанша? 1792-1750 жылдары тарихта алғаш деп тұрғы, осыған назар аударыңдар, заңдар жинағын жасаған патша. Бұл өзінің тасқа жазып кеткен заңдар жинағы әлі күнге сол сақталып, сол күнге маңызды жетістігі болып саналады. Вавилон мемлекеті қылмыстық заңдар, я дұрыс, сауда, суды пайдалану, егіншілікті дұрыс жүргізу, осы нәрседе Хаммурапидің үлгі болғандығы, яғни күшейткен, көркейткен сол кездегі Вавилон билеушісі. Рамзес, білесіңдер, БЗБ 1280 жылы алғашқы бейбіт келісім, иә? Бейбіт келісім. Алғаш деген сөз еске түскен кезде бейбіт келісім еске түсу керек. Алғашқы бейбіт келісім хетпен, иә? Хетпен. Осыны ұмытпайық. Хетпен алғаш деді. Саргон не істеді? БЗБ 2316 жылы тұңғыш тұрақты әскер деп айтасыңдар. Түсіндіңдер ғой, иә? Тұрақты әскер кім құрды десе, тұңғыш тұрақты әскер бұл бізде Саргон екен. Шумер Аккад мемлекетінде тұрақты әскер. Ұмытпайық. Шумер Аккад, яғни Шумер Аккад мемлекетін біріктіруші Шаруккин Саргон, міне осылайша тұңғыш тұрақты әскер бір орталықтанған мемлекет құрған. Сол үшін тұңғыш алғаш деген нәрселер еске түскен кезде осыларды білуіміз керек, иә. Осы басшыларды. Набонид туралы айттық, парсылар жаулап алды бағана, иә. 2316-2261 дұрыс. Осы кезеңге дейін басқарған бұл бізде Саргон. Ол да тоже 100 дата да бар, маңызды даталардың бірі. Жаттап алыңдар. Келесі 9-шы сұрақ. Болашақ Қытай халқының негізі дейді. Қанеке оқушылар? Бұл сұрақтың жауабы қандай? Дұрыс. Синаны құдай деп ауыстырды дейді. Сина құдайына ауыстырған дұрыс. Елдана арийліктер дейді. Енді дұрыс. Бұл сұрақтың жауабы прото-сино-тибеттіктер, арийлер емес оқушылар, прото-сино-тибеттіктер, яғни Қытайдың негізі деп айтады ғой. Жалпы Қытай халқының негізі, Қытайдың, біз айтамыз ғой, мысалы біздің тегіміз түркі деген сияқты, біздің қанымыз жаңағындай кезіндегі сақтар, ғұндар деген сияқты, бұлардың да жалпы негізі тибеттіктермен де байланысы бар, бұрынғы халықтармен де тікелей қарым-қатынасы бар. Жалпы Қытай халқының негізі прото-сино-тибеттіктер болады. Гиксостар деген кімдер еді? Хуриттер мен семиттер, білесіздер, семиттер. БЗБ 130 жыл Египетте билік еткен жаңа патшалыққа дейін. Арийлер деген бұл білесіңдер, БЗБ 2000 мыңжылдықта не істеген? Мыңжылдықта Үндістанды, яғни 2-ші мыңжылдықтың ортасында Үндістанды басып алған тайпалар арийлер. Үндістанды басып алғандар. Осылардың билігінен кейін Үндістанда кәдімгідей өзгерістер орын алады, арийліктер. Индіктер деген бағанағы біз айтқан БЗБ, яғни 16-11 ғасырлардағы Қытай әулеті, Қытайдағы династия. Қытай династиясы, Шан-ин деген сияқты. Екеуін біріктірген Шан және Ин. Прото-сино-тибеттіктер, осыны ұмытпайық, бұны жаттап алыңдар. Келесі сұрақ, 10-шы сұрақ. Әлемде алғаш болып мақта үйіру мен тоқуды меңгерген халықтар кімдер? Мақта десе бірден есімізге не түсу керек? Мақтаны игергендер, әрине бізде ол дұрыс. Үнді өзені аңғарындағы тұрғындар екен. Ең бірінші болып Үнді өзені, яғни мақтаны, тоқымашылықты, қарапа мәдениетінен білеміз, үнді тұрғындары игерді. Сонымен бірге кіші Азияның тұрғындары дейді, жоқ, Ніл өзені бұл. Ніл өзені жатпайды, Тигр өзені. Тигр өзені бұл бағана Месопотамия. Ал Ніл өзені бұл Мысыр,
мынау кіші азияда білесіңдер ежелде хет мемлекеті өмір сүрген. Осындай жалпы үнді өзенінің тұрғындары алғаш рет мақтаны, қантты, үндістер қантты, мақтаны, ондық позициялы жүйені ойлап тапты, шахмат ойынын ойлап тапты. оқушылар естеріңде болсын. Әлемде алғаш болып үндістер көптеген жаңалықтарды енгізген екен. Өздерінің Рамаяна Махабхарата деген шығармалары бар, соларды ұмытпай қайта қайталап жүріңдер. Ешқандай шатастыру болмас үшін. Кеттік. Енді оқушылар контекст тапсырма, бәрің экранға назар аударсыңдар. Ежелгі Египет тақырыбына қатысты контекст. Бұл жерде ежелгі Египеттің басынан бастапқы кезеңі, яғни ежелгі Египет осындай 400 мыңжылдықта Ніл алқабында пайда болғандығы, олар бірігуге ұмтылды, төменгі Египет астаналары берілген, сонымен бірге Египеттің перғауындары туралы ақпарат берген. Перғауындарды өлім жазасына кеседі. Егерде перғауынның атын атап қойған жағдайда, мысалы Аменхотеп деп айтып қалсаң, болды, сен несейді, өлім жазасына кеседі деген сияқты. Атын атауға болмайтындығы жазылған екен. Сонымен бірге патша туралы ақпараттар берілген мына жерде. Аспан әміршісі тағы да басқа. Және мынау кейінгі орта патшалық пен кейінгі патшалық кезіндегі перғауындар туралы міне ақпарат берілген. Осының сұрақтарына жауап берейік. Контексті бір көріп шықтыңдар. Енді сұрақтарына жауап іздеп көрейік. Осы жерден кеттік. Бірінші сұрақ: жоғарғы Египеттің астанасын көрсетіңіз дейді. Бұл қайсы болады? Дұрыс жауабы. Жоғарғы Египеттің астанасы қандай? Дұрыс. Нехем қаласы. Дұрыс айтады. Міне дұрыс. Нехем бұл жоғарғы Египеттің астанасы. Яғни Энхап деген атауы бар. Тағы да Энхап. Бұл бізде былайша айтқан кезде жоғарғы Египеттің астанасы деп айтамыз. Жоғарғы. Ал мына Буто солтүстік Египет, яғни Египеттің солтүстігі деген қалай? Мына мысалға Ніл өзені болатын болса, мына жерде Жерорта теңізі, мына жақта Кіші Азия, мына жерде былайынан Қызыл теңіз болса, мына жақта Араб түбегі, мына жақта Парсы шығанағы. Мынау Араб түбегі деп қойық. Араб түбегі. Мына жерде міне Мысыр. Дәл осы жерде оқушылар назар аударсаңдар, мынау жоғарғы Египет деп айтып отырған сөзі мынау Ніл өзеніне қарап айтып отыр ғой. Былайша мына жақта Энхап, солтүстік Египет, Буто мына жақта деген сияқты. Яғни өзенге байланысты айтылған сөздер. Түсіндіңдер ғой оқушылар? Яғни төменгі патшалық Буто деп аталады. Яғни мына жақта Буто қаласы неге төменгі десе, бұл жаңағы Ніл өзенінің төмен жағында орналасқан. Нехен бұл неге жоғарғы десе, өзеннің жоғары жағында орналасқан. Сол үшін жоғары жақ, төмен жақ, жаңа айтып өткеніміздей, ақ тас жоғары жақ, қызыл тас төмен жақ деген сияқты бөлінеді екен. Мысырдың территориясы Африканың солтүстік шығысында орналасқан. Осыны ұмытпайық, былайша айтқан кезде. Мемфис деген ол бұрынғы астанасы ғой, негізі 5-ші сыныпта бар ақпарат, бірақ бізге мына үшеуін жаттап болу керек. Көп жауаптыда не болады? Мына үшеуі келеді. Энхап, Нехем, Буто үшеуін бірден сұрайды. Ниппур деген ол ежелгі Шумер мемлекетіндегі жаңағы біз білетін несі болып саналады, қаласы болып саналады. Бұрын 5-ші сыныпта бар тағы ақпарат. Кеттік. Ежелгі Египет мемлекетіндегі әділдік құдайының абызы ретінде жоғарғы сот билігін атқарушы кім? Әрине бір ауыздан кім болады? Дұрыс жауабы. Яғни осы Египет тақырыбына қатысты ұбт-да өте көп сұрақ келеді екен. Біз талдап отырған сұрақтардың ішінде енді бізде контекст қой. Дұрыс, перғауын болады. Дұрыс жауабы. Нубанда деген керек емес бізге. Мынау Византияның билеушісі, есімізге сақтайық. Византия билеушісі. Монарх деген ол бір адамның билігі, бір адам билігін монарх деп атайды. Ол есімізге сақтайық. Нубанда деген мынау Шумер Аккад мемлекетіндегі әскер басын айтады. Мынау перғауын дұрыс болады. Перғауын құдайдың абыз ретінде жоғарғы сот билігін басқарды, бағана айтып кеткеніміздей. Ежелгі Египет мемлекетінде перғауын теңелген күн құдайы кім екен? Бағана айтып кеттік. Күн құдайы кім? Бұл бізде Ра. Көбісі жазды. Дұрыс. С жауабы. Күн құдайы Ра. Аспан әміршісі. Аспан құдайы. Хора. Аспан құдайы. Аспан құдайы Хора. Зевс деген гректердің Исида құдайлары болып саналады. Дұрыс. Келесі сұрақ. Рамзес, Тутмос, Сенусерт перғауындарға тән ортақ қасиетті табыңыз дейді. Егер мынандай сұрақ, егер контекстсіз былай келген жағдайда да сендер бұның жауабын табуларың керек. Солай дәрежеде меңгерулерің керек былайша айтқанда оқушылар. Сол үшін бағанағы осы сұраққа жауап беріп көрейік. Қанекей? Дұрыс. Рамзес, Тутмос, Сенусерт перғауындар не істеді?
дұрыс. Яғни үш басшының да жасаған бір дүниесі бар. Ол не екен? Яғни мемлекет шекарасын кеңейту үшін әскери жорықтар жасады деп айтамыз. Б жауабы дұрыс болады. Көбісі Б деп жазыпты. Яғни Рамзесті білесіңдер, шекараны жаңағы Сириядан ары қарай кеңейтіп әрекет жасап, Тутмос бұл Сирияға дейінгі жерлер. Бірінші және үшінші Тутмос, Сенусертте тоже оңтүстік Нубия және Сирияға дейінгі жерді соғысты аяқтаған болатын. Сосын үшеуіне де қатысты нәрсе не екен? Мемлекет шекарасын кеңейту үшін әскери жорық жасады. Мемлекет шекарасын сыртқы жаулардан қорғады, енді басқаларды қорғады, жаңа Сав династиясы, Шешоңықтар қорғады ғой. Ал бұл жолда Египеттің жаңа патшалық, мынау орта патшалық, мына екеуі не болып саналады? Жаңа патшалық кезіндегі перғауындар. Түсіндір ғой? Ежелгі Египеттің былайша айтқан кезде территориясы. Енді қараңдар, БЗБ ежелгі Египет пен Хет державаларының арасындағы әлемдік тарихтағы белгілі, бағана айттық қой, келісім шарт. Біз бұған жылын айтқан болатынбыз. Енді осыны ғасырмен айтсақ қанша болады бізде? Мысалға міне жазайық. Болған оқиға БЗБ 1280 жыл болған. Яғни 13-ші ғасырдың аяғы деп айтамыз. Басы деп айтамыз. 13-ші ғасырдың басы. Уже аяғы десе 1210 десе осы дұрыс болады. Яғни 13-ші ғасыр бұл бізде БЗБ 1280-ді ғасырға айналдырған кезде 13-ші ғасыр болады. Осыны ұмытпайық. Келесі сұрақ. Ежелгі өркениеттерден қалған тарихи мәдени жетістіктері сәйкестендірген. Сәйкестендіру сұрақтары оқушылар мұқият осы тақырып, осы сұрақтарға көңіл бөлейік. Өйткені осындай сұрақтар адамды көбісі шатастырып жатыр. ОБТ-да сәйкестендіруден оқушылар кішкене қиналды. Былтырғы жылы бірінші жылғы сәйкестендіру тапсырмалары болған болатын. Енді биыл осыдан тәжірибе жинап, осы сұрақтарды жақсылап меңгерейік оқушылар. Өйткені 5 балл емес 10 балл береді. Сендерге былайша айтқанда 4 варианттың біреуі дұрыс, 4 варианттың біреуі дұрыс. Міндетті түрде екеуінен біреуден дұрыс екендігін білесіңдер. Сол үшін 16 қайсысы болады? Қанекей? С, Б дейді оны. Қанекей көрейік. Ежелгі өркениеттерден қалған тарихи мәдени жетістіктер сәйкестендірген. Ежелгі Қытайда білеміз дұрыс иероглифтік жазба, қағаздан жасалған иероглифтік жазба қалыптасты. Ал ежелгі Үндістанда біз айтқанда не болды? Мақтадан мата алуды меңгерді. Ежелгі Үндістандағы тарихи мәдени жетістік естеріңде болсын, мақтадан мата алды. С және F жауаптары дұрыс болады. Яғни бұл сұрақтың жауабын сендер білулерің тиіс, міндетті түрде назар аударып оқып жүріңдер. Яғни сәйкестендіру сұрақтарында кездеседі екен. Яғни бұл перғауындарды, оқиғаларды біліп жүрек. Иероглифтік жазба, азаматтық құқық қай елде пайда болған? Бұл Грекияда пайда болған. Грекияда. Қолдан алғаш меңгерілді, әрине бұл шумерлерде болған, шумерлерде деп айтамыз. Ең алғаш тіршілік соқта болды ғой. Қоладан металды игерді деп айтамыз. Ал мынау иероглифтік жазбаны бағана айттық, Қытайда қағаздан жасалған. Соны ұзақ уақыт құпия сақтап келген ғой олар, былайша айтқан кезде. Бұны естеріңе сақтаңдар. Келесісі, ежелгі Египеттің кейінгі патшалық кезінде билік еткен перғауындардың ұстанған саясатын анықтайық. Қанекей перғауындардың саясатын сәйкестендірейік. Бірден айтыңдар, біліп тұрсыңдар. Маңызды ақпарат ОБТ-да көп келеді. Египетке қатысты бұл сұрақта көп жауапты сұрақта да келуі мүмкін. Қанекей белсенді болайық оқушылар. 84 оқушы отыр екен, бағана бір азайып барып қайтадан қосылыпты ғой. Қанекей белсенді болайық. Давайте. Екеуін де белгілеңдер, біреуін ғана жазбаңдар. С, Е дейді. Қанекей көрейік. Бірінші Нехо ол білеміз бізде жерорта теңізіндегі позициясын нығайтты, дұрыс. Және плюс Ніл мен ненің арасында канал салды? Қызыл теңіз арасында канал салды. Теңіз арасында канал құрылысын жүргізді. Канал салды. Өте маңызды сұрақтардың бірі болып келеді міне. Бірінші Нехоны сендерден сұрайды. Қызыл теңіз бен Ніл арасында міне канал салды. Енді екіншісінің жауабы не болады? Псамиттих не істеді? Осы Нехоның әкесі бұл Египетті грек әлеміне бағыттады деп айтамыз. Дұрыс. Осы С және Е жауабы дұрыс болады екен. Яғни С, Е жасмин дұрыс. Енді назар аударарлық нәрсе, Египетті грек әлеміне бағыттау дедік қой. Бұл бағана кім болды? Псамиттихтің саясаты болды. Енді
мына екеуі оқушылар, міне мына екеуі қараңдар, назар аударыңдар. Арабияға және мына екеуі бізде не болады? Екінші Яхмостың саясаты болады. Ұмытпайық, екінші Яхмос не істеді десе, Арабия, Нубия, Кипрге әскери жорық жасады және египеттердің табысын бақылауға алды. Осы бірінші Яхмостың жүзеге асырған реформасы. Бұны ұмытпайық. Екінші Яхмос. С дұрыс болады, дұрыс жауабы. Яғни бірінші Нехо, бұл барлығы бұл кезең, қай кезең болып саналады екен? Кейінгі патшалық. Ұмытпайық, кейінгі патшалық бізде Египеттің 21-30 династиялары. Осы кезде Египет соңында кім Римге қосылады, білеміз. Римге қосылуымен аяқталады. Келесісі. Вавилон билеушілеріне қатысты ақпаратты сәйкестендіріңіз дейді. Вавилон мемлекетінің билеушілерін қанекей сәйкестендірейік, жазайық топқа. Осындай сұрақтар қызығырақ болатын сияқты, сендермен талдаған қанекей көп жауаптыға келеміз. Қазір көп жауапты сұрақтарда кездеседі. В және F дейді. 626 жылы БЗБ ассириялықтарға қарсы көтеріліс жасаған халдейлік кім? Көсемі. Бұл бізде Навупаласар. Дұрыс. Навупаласар ежелгі Ассирия мемлекетіне қарсы шығып, міне БЗБ 626 605 осы жылдар аралығына Навупаласар не құрады екен? Жаңа патшалық құрады оқушылар. Түсіндір ғой? Навупаласар жаңа патшалық деп аталады. Және былай айтқан кезде не істеді? Ал Мардуктың орнына Синаны ұлы құдай деп жариялаған бізде Набонид. Набонид дұрыс болады. Түсіндір ғой? Навупаласар мен Набонид. Екінші Навуходоносор БЗБ 605, кітапта енді 526 деп қате жазып қойған, 562 жылдары билік еткен. Түсіндір ғой? Бұл Вавилонды көркейткен. Вавилонды көркейтті. Бұл Вавилон естеріңде болсын оқушылар, қай жерде орналасқан десе, яғни Месопотамияның оңтүстігінде, Месопотамияда орналасқан, яғни Тигр Ефрат өзенінің төменгі ағысында, Парсы шығанағына жақын орналасқан. Дұрыс. 526 емес, 562 екенін ұмытпаңдар, мынау жалпы ақпарат ретінде. Ал Хаммураби бағана айттық 1792-1753 жылдары басқарған. Естеріңде болсын. Ирак жерінде дұрыс айтады. Қазіргі Ирак жерінде және де сонымен бірге Набонид туралы айтып кетейік. БЗБ жаңағы 539-да не істеді? Кімдер тұтқынға түсті дедік? Парсыларға тұтқынға түсті. Парсыларға тұтқындалды. Соңында осы парсылардың ықпалына қосылып, парсылар осылардың қысымында, Вавилонның қысымында отырған еврейлерді, яғни Палестинаға азаттық беріп, солармен байланысын жақсартады екен. Тұтқындады. Парсылар тұтқындады, былай айтқан кезде парсылардың тұтқынына түсті. 539 жылы. Осы ақпараттарды ұмытпайық, былай айтқан кезде. Сосын Набонидті Синаны ұлы құдай деп жариялады және дін арқылы билікке келді деп айтамыз. Дін арқылы билікке келді. Есімізге сақтайық. Билікке келді. Осыны ұмытпаймыз. Бұйырса. Кеттік келесі сұрақ. Түсінікті ғой оқушылар, пікір білдіріп жазып отырыңдар. Түсінбейтін жерлерің болса сұрап отырыңдар. Барынша жауап беруге тырысамыз. Кеттік. Ежелгі Үндістан қоғамындағы касталық топтардың атауымен сәйкестендіріңіз дейді. Қанекей? Қанекей? Белсенді болайық. Ежелгі Үндістандағы касталық топ мүшелері, яғни бізде 10 сыныптағы ақпарат бойынша жазамыз қазір. СФ дейді, яғни вайштар дегеніміз кімдер десе, саудагерлер, қол өнершілер, яғни үшінші несі. Мынау абыздар деген біріншісі, жауынгерлер екіншісі, еркін халықтар төртіншісі. Сонда бізде брахмандар кімдер десе, абыздар деп айтамыз. Сонда СФ болады. Жауынгерлер дегеніміз вайштар, кшатрилер. Абыздар деген брахмандар, мына жақта жазылдыр. Ал еркін халықтар дегеніміз кімдер екен? Шудралар деп айтамыз. Осыны ұмытпайғы. Шудралар, бұлар еркін халықтар деп аталады екен. Осыны ұмытпаңдар. Төрт касталық топты қолдаған, яғни индуизм нені қолдады? Діні касталық топты қолдады. Кастаны қолдады.
Ал буддизм қарсы болды. Буддизм қарсы. Бұл дұрыс емес деп есептейді. Ал енді жауынгерлер, оларға әскер басылар, әкімдер солар кіреді. Абыздарға ол бағана айтып кеткеніміздей білім иелері, жаңағындай ғалым солар кіреді. Саудагерлерге, жаңағы қолөнершілерге, оларға кімдер кіреді? Жұмысшылар, негізі қоғамның. Ал еркін халықтар деген олар құлдар, төменгі саты. Ал бесіншісі бос топқа кірмейтін, яғни кастаға кірмейтіндер не деп атады? Кастаға кірмейді. Оларды не деп атайды? Кесапат дейді. Дұрыс. Кірмейді. Оларды кесапаттылар деп атайды. Кесапатты тиіп кетпесін деген сияқты. Кесапаттылар. Біздің терминде де бар сияқты сондай термин. Кесапат болсын деген сияқты жаман сөздер айтады ғой. Кесапат деген сөзді былайша айтқанда неприкасаемый, вообще неге кіргізбейтін, топқа кіргізбейтіндер деп атады. Онан топқа, кастаға. Мысалға, осы кезде байланыстыруға болады. Мысалға, кезінде Сервитулидің жасаған реформасында Римде тоже не деп айтылады? Бес классқа кірмейтін пролетарийлер, мүлкі жоқтар деген сияқты. Сол сияқты ақпараттар кездеседі екенін ұмытпайық. Келесісі 20-шы сұрақ. Жазу түрлері мен анықтамасын сәйкестендірейік. Идеографиялық жазу және руна жазуы. Қанекей? Дұрыс жауабы қандай болады оқушылар? Идеографиялық жазу дегеніміз дұрыс, әр таңба Б және Е дейді. Дұрыс, әр таңба бір сөздің мағынасын білдіреді. Ал руна жазуы дегеніміз не? Б, Е деп қойыпты. Жоқ, руна дегеніміз тік және қиғаш түзу сызықтардан тұрады. Түсіндір ғой, яғни тік және қиғаш түзу сызықтардан тұратын былайша айтқан кезде жазуды біз не деп атаймыз? Руна деп атаймыз. Яғни алғашқыдан нақты жануарлар бұл пиктография болады. Пиктография. Ал үшкір қамыс бұл бағана айтқанымыз қандай? Сына жазуы. Жазу түрлерін мұқият оқып шығыңдар оқушылар. Біз бағана айтып кеткеніміздей, сына жазуы таяу шығыспен неге таралады? Кіші Азияға таралады. Идеографиялық, иероглифтік жазба Египетке, Мысыр, Қытай, Жапония, Кореяға таралады. Түсіндір ғой? Сына жазуы және осыны мұқият оқыңдар. 10-шы сыныптағы ақпараттар, 11-ші сыныптың 2-ші бөлімінде осы туралы ақпараттар бар. Соны бірге оқып алыңдар. Неге бұл тақырыпты қосып отырмын? Өйткені жазу түрі сендер Эдукон кітаптарында бар, бірақ оны тағы да бір кітаптан оқып алғандардың дұрыс, маңызды сәйкестендіру тағы да басқа сұрақтары болады. Әр таңба бір сөздің мағынасын білдіреді. Яғни идеографиялық жазу пиктографиядан кейін әр таңбаны бүйтіп қолданған. Ал фонография дегеніміз не десек, қазір келеміз, көп жауаптыларда бар. Оны да талдайтын боламыз. Кеттік. Шанин дәуіріне жататын 3 маңызды мәдени жетістіктер. Қайсысы болады оқушылар? Қанекей, белсенді қатысайық. Білесіңдер? Шанин дәуіріне жататын маңызды жетістік. Дұрыс, қола, қала жазу. Дұрыс айтады. Осылай жаттап алудың жолы оңай. Қалалар пайда болды, жазу пайда болды, және қола қолданысқа енгізілді. Бұл бізде үшеуі де Шан-ин дерегі, Шан-ин династиясының маңызды жетістігі болып саналады. Есімізге сақтайық, СДЕ болады. Ал мынау екеуі Ся династиясы, мынау да бізде Ся династиясының жетістігі болып саналады. Яғни сол кезде ойлап табылған. Яғни қола, қала жазу деп есімізге сақтаймыз. Шан-ин династиясы кезіндегі маңызды жетістік. Бірақ Қытайдың тарихи мәдени жетістігі десе, сонымен шатастырып алмайықшы оқушылар. Яғни Қытайдың мәдени жетістігі десе, сендер оны бағана айтасыңдар. Қағаз иероглифтік жазу, және де Шицин поэтикалық шығармасы, Қытайдың қағаз ойлап тапты дедік қой, теңізде жүзуді меңгерді, компас ойлап тапты. Сонымен бірге Қытайлар жалпы әлемге маңызды болатын шәйді де ойлап тапқан Қытайлар. Сол кезде, сол мемлекетте пайда болған шәй. Сонымен бірге жалпы Қытайлар әлем тарихына үлкен үлес қосқан. Бірақ мынау қала пайда болу, осы әр династия кезіндегі пайда болған жетістіктерін сендер білулерің керек. Яғни шатастырмауларың керек. Араластырып, каша қылмауымыз керек. Әрқайсының жеке-жеке жетістігі бар. Жаңа қағаз,
жаңағы теңізді меңгеру, шицин, жаңағы әлемдік конфуцийлық ілімдер, соның барлығы тарихи жетістігі, мәдени жетістігі болып саналады. Осыны бір-бірімен араластырмайық оқушылар. Келесі сұрақ. Эхнатон перғауын билігі кезіне тән дәйектер. Бірден айтайық, қанекей, Эхнатон перғауынның кезінде болған жетістіктер көп жауапты сұрақтарға келдік қой. Енді көп жауапты сұрақтар білесіңдер, өте маңызды сұрақтар. 1 балды алам деп 2 балдан айырылуымыз мүмкін, немесе 2 балдың хотя бы біреуін алайын деп 0 болып қалуы мүмкін деген сияқты. Сол үшін мысалға мұқият белгілеуіміз керек. Дұрыс жауап қандай болады? Бұл бізде діни реформа жүргізілді. Дұрысы Б Е дейді. Дұрыс, діни реформа және амарындық кезең. Яғни үшіншісі жазып қояйық. Бір құдайлық кезең деп айтамыз. Түсіндір ғой? Амарындық кезең Эхнатон перғауынның кезеңін айтады екенбіз. Тағы да жазып қойыңдар. Египет өнерінің уақытша өркендеу кезеңі. Египет өнерінің уақытша өркендеу кезеңі. Уақытша өркендеу кезеңі. Бұл ұбт-да келуі мүмкін. Өркендеу кезеңі кімнің кезеңі екен? Эхнатон перғауынның кезінде. Тағы қандай? Осы кезеңде Ахетатон деген қала салдырған. Ахетатон қаласы. Есімізге сақтайық. Яғни Эхнатон перғауынның кезінде Египет өнерінің уақытша өркендеу кезеңі, Ахетатон қаласын салдырды. Сонымен бірге былайша айтқан кезде міне Гүлназ сабақ аяқталады уже. 3-ақ сұрақ қалды. Бұйырса 5-10 минут аяқтаймыз. Ахетатон салған қаласы, осы қаланы салдырған, және бір құдайлыққа сыйыну, міне осы екеуі дұрыс болады екен жаңағы. Б және Е. Гиксостарды түпкілікті жеңді деген ол бізде бірінші яқмыз. Азамат соғысы орын алды дейді, енді ол Египетте орын алған көп соғыстар. Теңіз халықтарымен соғыс кейінгі патшалық кезіндегі перғауындарға тән. Келесі сұрақ. Суретті және тарихи біліміңізді пайдаланып, Үндістанның ежелгі Мохенджо-Даро қаласындағы жоғары деңгейде дамыған кәсіптер. Бұл қандай кәсіптер? Қанекей? Бірден жауап берейік. Міне Мохенджо-Даро қаласын көріп отырсыздар. Назар аударыңдар, міне. Үндістаннан табылған маңызды қала. Қанекей? С мен Е дейді. Сол қазақ. Жігер Д және С дейді. Бұл сұрақтың жауабы қандай болады оқушылар? С-ды дейді. Көбісі С-ды деп жатыр екен. Жоқ, С-ды емес. Мохенджо-Даро. Дұрыс, металл өңдеу дұрыс. Тағы қанекей. Жазайық, қанекей. Дұрыс жауабы қашан болады екен? Дұрыс, алма, Б және Е. Балық аулау және металл өңдеу. Дұрыс жауап осы болады. Ұмытпайық, оқушылар. Бұл бізде Б және Е болады. Д емес, Д қате болады. Д деген ол мақта үйрі Хараппаға жатқызамыз, оқушылар. Неге? Өйткені Хараппадан мынандай ақпарат бар. Тоқымашылдық, жіп үйру. Тоқымашылдық. Жіп үйру деген бар. Ал қышқымыра жасау, бұл қышқымыра жасау тоже Хараппаға жатады. Хараппа. Зергерлік бұйым жасау да неге жатады? Хараппа мәдениетіне жатады. Осыны ұмытпайық. Сонда балық аулау дұрыс болады, металл өңдеу дұрыс болады. Осыны ұмытпайық. Міндетті түрде есімізге сақтап жүрейік. Көбісі қиналып қалды. Көп жауаптыға келген кезде міне көріп отырсыңдар ма оқушылар? Сендер Хараппа мәдениетін терең оқыңдар, қараңдар, жаттаңдар. Сосын жаңағы нені де толығымен оқып алыңдар. Бағанағы екінші тақырып бар ғой. Мохенджо-Даро, Хараппа екеуі бірдей танып алыңдар. Мысалы, мына суретті беріп қояды да сендерге. Осы суретте бейнеленген қандай мәдениет деп сұрауы мүмкін да. Сол үшін сендер суреттерді де, кітаптағы суреттерді де міндетті түрде естеріңе сақтаңдар. Ұмытпай қайталап отырыңдар. 23-ші сұрақ кетті. Келесі сұраққа кетейік. Конфуций философиясының негізгі мәселелері. Қанекей оқушылар, мәдениет тақырыбынан білесіңдер, ұбт-да келген сұрақ мынау. 2025 жылы мәдениет тақырыбынан сұрақтар келеді. Көп жауаптыда осындай сұрақтар кездескен екен. Бірден айтайық, Конфуций философиясының негізгі мәселелері қандай?
Дұрыс, F дейді, иә, дұрыс. Көбісі F деп жауап беріп жатыр. Әрине дұрыс. Ол бізде тәрбие болады екен оқушылар, дұрыс. Яғни тәрбие дегеніміз бұл Конфуцийдің негізі болады ғой, жаңа шәкірттеріне өте қатал болғандығы туралы. Мысалы, шәкірттеріне өте қатал болмаған бір дерек бар. Мысалы, Конфуций өзінің ұлдарына өте қатал болған дейді. Өйткені мынандай оқиға бар, тәрбие дегеннен шығады ғой. Адам баласы адамзатқа үлгі болу үшін өзінің баласында тәрбиелі қылып шығару керек екен да. Осы нәрсені айтқан ғой. Сонда шәкірттеріңізге неге жұмсақсыз, мейірімдісіз, неге өз балаңызға өте қаталсыз дегенде, мен өз балаларымды жаңағындай дұрыстап тәрбиелемесем жұртқа не әңгіме айта аламын деп айтқан ғой. Сонымен бірге Абайдың өзі айтқан ғой, мысалға, әке Құнанбай, әке тәте, мен осындай сізден оздым ғой деп айтқан кезде, жоқ Абай балам, сен менен озбадың, сен менен озу үшін бір өзің сияқты Абайды шығаруың керексің, балаңды Абай сияқты өзің сияқты шығару керексің деп айтқан ғой. Вот тәрбиенің қайда жатқандығын көрсетіп отыр. Конфуций өте білімді, өте философиядағы өте білімді. Оны Қытайда өте көп адам құрметтейді, және оны тіпті біз айтамыз ғой, ұбт-да келген бір сұрақ бар. Конфуций ілімдерінен, ұбт-да мынандай сұрақ келді. Ілімдерінен шенеуніктер, депутаттар не тапсыратын болған? Емтихан тапсыратын болған. Емтихан. Яғни, сен шенеунік болғың келсе, оқушылар не істеу керексің? Бағанағы Конфуцийді мықты білуің керексің. Конфуцийді ішіп жеп, былайша айтқанда, сен емтихан тапсырған. Конфуций мықты білімді азамат, осыны дәріптеген екен. Түсіндір ғой, былайша айтқанда тек қана F жауабы дұрыс болады, осыдан қате жібермеңдер. Кеттік келесі сұрақ. Соңғы сұрақ, мұқият қарап белгілейік. Қос өзенде БЗБ 4-ші мыңжылдықтың соңы мен 3-ші мыңжылдықтың басында пайда болған суретті жазу түрлері дейді. Бұл бізде қандай болады дұрыс жауабы? Дұрыс, Б. Пиктография. Бәрекелді, көбісі біліп отыр. Пиктография дегеніміз, былайша айтқан кезде, суретті жазу деп аталады екен. Суретті жазу. Былайша айтқан кезде пиктография ең алғаш жазу, пайда болған жазу ғой, міне көріп отырсыңдар. Пайда болған жазу, қос өзенде пайда болған. Фонография деген ол дыбысты деп айтамыз, дыбысты. Кішкене одан дамыған түрі ғой, былайша айтқанда пиктографияның. Дыбысты мысалы 22 дауыссыз дыбысты не бар? Алфавит бар. Оны кімдер жасады? Сыз дыбысты алфавит. Оны кімдер жасады, оқушылар? Финикиялықтар жасады. Финикиялықтар қандай алфавит жасаған? 22 дауыссыз дыбысты алфавит. Иероглиф, руна жазу бағана айттық. Скандинавия. Каллиграфия деп оны әдемі жазу деген сөз ғой, әдемі жазу. Қай елде жақсы дамыған каллиграфия? Қытайда жақсы дамыған, білеміз. Қытайда жақсы дамыған. Иероглиф бұл бізде бағана Египетте, және Египеттен бөлек Қытай бағана айтып кетті, дамыған жерлері Корея және Жапония. Осы жерлерде дамыған екен иероглифті жазулар. Футарк дейтін бар, дұрыс. Футарк деген осы ненің несі? Арамей, бұл былайғанда арамей тілі, бұл енді семиттердің тілі деп айтсақ болады. Семиттердің тілі арамей тілінде сөйлейді. Айтқан кезде осы терминдерді жаттап алыңдар. Қайсысы болмасын, қайсысы келеді, ықтималдылығы жоғары ұбт-да. Бағанағы дауыссыз дыбысты қолданғандар тағы да бізде екі мәдениет бар. Крит, фонографияны қолданған, және майя жазулары. Осыларды ұмытпайға, тағы да кітаптың шетінде жазылған. Осындай жалпы жазу тақырыбын оқыңдар. Мен енді бір ауыз айтып кетейінші жаңа сендерге. Міндетті түрде енді бүкіл тақырыптың бүкіл деталіне тоқтала алмаймыз оқушылар, бірақ барынша негізгі ұбт-да келген сұрақтарын алдым. Сосын қосымша мына негізгілеріне тоқталуға тырыстым. Билеушілеріне, нелеріне. Мысалға, Қытайдың Ван Ман деген билеушісі бар. Мысалы, ол да ұбт-да келген. Міндетті түрде оқыңдар. Ван Ман жер реформасын, құл иеленушілікке қатысты реформа жасады. Вавилонды толығымен талдадық деп ойлаймын, барлығын айттық. Одан бөлек Египет, Қытай барлығына тоқталдық. Оқушылар, сәттілік бұйырса сендерге алдағы оқуларыңа сәттілік тілеймін. Жақсылап дайындалыңдар, жақсылап еңбектеніңдер. Еңбек түбі жеңбек дейді ғой. Оқып, білім алып, соны іске асырыңдар. Барлығыңа көп-көп рахмет. Сабаққа белсенді қатысыңдар. YouTube-та жаңағындай видеоларды көріп, қайталап, үйде көбірек жұмыс жасаңдар.
бұйырса ертең жолыққанша, ертең бұйырса сағат 20:40-та Рим, Грекия ғұндарының жорығы тақырыптарын қайталайтын боламыз. Телеграмда мен сендерге ақпараттар жіберіп отырамын, материалдар жіберіп отырамын. Маған міндетті түрде жаңағындай кері байланыс жасап, сол жерде қосылып отырсаңдар болады. Жақсы, эфирді аяқтаймыз. Сау болыңдар оқушылар.